Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгін біз лампа люльканы қалай дұрыс қолдану керектігін көрсететін боламыз. Ал сіз каналға жазылып, видеоны соңына дейін қараңыз. Фотолампаны үйіңізге жеткізіп берді. Ары қарай не істейміз? Ең алдымен лампаның қоятын орнын анықтау қажет. Ол тегіс және қауіпсіз жер болуы керек. Егер үлкен кровать болса, кроваттың шетіне емес, ортасына орналастырамыз. Детская кровать немесе люлькада болады. Ең алдымен бізге сәбиіміздің қауіпсіздігін ойлауымыз керек. Лампаны орналастырған соң, оның қозғалмай тұрғанына және құлап кетпейтініне көз жеткізіп алуымыз керек. Сонымен қатар, лампаның айналасына ешқандай сұйықты қоюға болмайды. Кружкадағы немесе термостағы шай, смеспен бутылка, электр көзіне жалғанған аппараттың айналасына осы сынды сұйықтықтарды қоюға болмайды. Техника қауіпсіздік ережесін